Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің өріктен варенье жасау әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізіп алмай, түсінікті болу үшін дәл осы вареньяның жасалу жолын соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен бізге осындай өріктер қажет болады. Барлығын жуып, тазалап аламыз. Менде осындай өріктің орташа түрі, қаласаңыз ірі немесе майда түрінен де әзірлесеңіз болады. Осылай салқын суымызды құйып, міндетті түрде 3-4 қайтара жақсылап жуып аламыз. Жуып алған өріктерімізді теңде 2 бөлікке бөліп, арасындағы дәнінен ажыратып аламыз. Дәні бізге алдағы уақытта вареньемізға қосу үшін қажет болады. Міне, осылай барлығын 2-ге бөліп ажыратып шықтым. Сүйегінен ажыратып алған өріктің толықтай салмағы 6 кг шықты. Енді дәл осы өріктің үстіне бірге-бір қантымызды салып, езіп алмай ақырындап араластырып аламыз. Немесе бір түнге қойып қойсаңыздар, өрікке қанты сіңіп, бойынан суы, яғни шырыны бөлініп, әдемі болып шығады. Әркімнің дайындау тәсілі әртүрлі болғандықтан, өзіңізге ыңғайлы болу үшін дәл осы әдіспен жасасаңыз, өріктеріңіз дана-дана, ал суы дәл бал тәріздес қою болады. Осылай өрігіміздің үстінен қантымызды салып, қақпағын жауып, мейлінше бір түнге қалдырамыз. Байқасаңыздар, біздің вареньямыздың суы шығып, қанты еріп, дайын болып тұр. Енді отқа қойып, қайнатып аламыз. Және де астыңғы бөлігі жабысып қалмас үшін араластырып қоюды да ұмытпаңыздар. Бір қайнап шыққаннан кейін бетіне шыққан көбікті алып тастаймыз. Вареньеміз дайын болғанша банкаларымызды стерилдеп аламыз. Жабатын қақпақтарды да міндетті түрде стерилдеуді ұмытпаңыздар. Бір қайнатып алғаннан кейін оттың астын өшіріп, толықтай суытып аламыз. Сосын тағы да баяу отқа қойып, үстінен алдын ала дайындап алған дәнегімізді де салып, тағы да жақсылап қайнатып аламыз. Дайын болған вареньямызды стерилденген банкілерге құя берсек болады. Осымен біздің қысқа арнап дайындалған өріктің вареньясы дайын болды. Және де достар, менің каналымда көптеген алдағы уақытта шығатын рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Барлық банкілерге құйып шыққаннан кейін қақпақтарын жауып, арнайы банка жапқышпен жауып тастаймыз. Толық жабылғанына көз жеткізу үшін банкілерімізді бір түнге төңкеріп қоямыз да, үстіне жылылап жауып тастаймыз. Дәл осы видеодағы мен әзірлеген өріктің вареньясының мөлшері сіздерге аздық етсе, көлемін 2 немесе 3 есе арттырып, дәл осы рецепт бойынша сіздер де әзірлеп көріңіздер. Сонымен қатар, менің каналымнан қысқа арналған түрлі тәттілер мен салаттар, компоттар мен тұздалған қияр түрлерін де таба аласыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.